Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен мантының рецептімен бөлісетін боламын. Менің мантым өте керемет әрі дәмді, сондай сочный болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысқа суын құйып, тұз салып, сосын жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Сосын үстінен ұнды салып, қамыр илейміз. Қамырымыз өте қатты немесе өте жұмсақ болмау керек. Орта тығыздықта илейміз қамырды. Бетін жауып қойып қоямыз. Енді осы уақытта салмасын дайындаймыз. Бізге салмасына 2 тартқыштан өткізген сиырдың еті, орам жапырақ, картошка және пияз қажет болады. Енді осыларды видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Енді барлығын бір ыдысқа салып араластырамыз. Енді үстіне тұз, қара бұрышымызды салып араластырамыз. Енді кішкене су қосамыз. Міне біздің салмамыз дайын. Енді қамырымызды алып екіге бөлеміз. Қамырды бір тегіс жұқа етіп жаямыз. Қамырды видеода көрсетілгендей етіп кесеміз. Осы кесілген қамырларымызға салмамызды салып түйеміз. Міне мантыны түйіп болдық. Енді ыдысқа су құйып қайнатамыз. Мантыны салмас бұрын алдымен мантоваркамызды майлап аламыз, асты жабысып қалмас үшін. Сосын бәрін салып болғаннан кейін мантымыздың үстіне май жағамыз. Енді мантымызды қайнап тұрған судың үстіне қоямыз, 45 минут пісіріп аламыз. Достар, міне мен мантым дайын болды. Өте керемет. Сіздерге де дәл осы рецепт бойынша жасап көруге тағы да кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған мен Мәдина. Қош сау болыңыздар.